Сәлеметсіздер ме сұлу қыз келіншектер? Менің есімім Мадина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Корей Farmstay пенкасының оригинал және поделка түрін қалай ажыратуға болатындығы және қай терге қолдануға болатындығын үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің керемет сыйлығыма ие боласыздар. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Және ендігі видеоларда Катрис тоналканың оригиналы немесе Farmstay фирмасының коллагенді ампуласын қайсысын ажырату керектігін, оригинал реплика екен қайсысын ажырату керектігін таңдап өздеріңіз жазып кетсеңіздер, сіздердің комментарийлеріңізге қарай кейінгі видеоны солай шығаратын боламын. Жалпы мен косметика сататын болғандықтан маған дайректке өте көптеген сұрақтар келеді. Қалай уход жасау керек, дұрыс, қалай қай терге қай пенканы қолдануға болады деген. Даже кейбір клиенттер сабымен бетімді жуамын деген смс-терде болған. Қыздар сабымен ешқашан бетті жумайды. Даже кішкентай кезде қыздарыңыздың да беттерін мүлде сабымен жумаңыздар. Сабын деген нәрсе беттің терісіне әжімді ең тез түсіруге көмектесетін құрал болып табылады. Сондықтан ешқашан да сабымен бет жумаңыздар. Арнайы осындай пенкалармен бетті жуған дұрыс. Бюджетный вариантта арзан түрлері де бар, соларды алып та қолдансаңыздар болады. Пенка өзі жалпы не деген сұраққа жауап беретін болсам, пенка деген крем тәрізді, крем тәрізді көпіршік болып табылады. Бұл кішкентай ғана бөлігін қолданып, қолдарыңызға сүркеп, ылғалды теріге беттеріңізге былай массаж жасап жуасыздар. Немесе арнайы щеткалары болады, сол щеткалар арқылы беттеріңізді жуасыздар. Пенка тек қана бетті ғана жуып қоймайды, сонымен қатар беттің пораларын тазалайды, емдейді. Оның әртүрлі кожаға арналған түрлері бар. Шаңдардан тазартады, макияждардан тазартады. Әртүрлі мысалы майлы теріге улиточный түрін қолдану керек сияқты, майлы терінің улиточный түрі емдейді деген сияқты. Сухой кожаны, құрғақ теріні алоэ сығындылары жақсы ылғалдандырады деген сияқты. Әр терінің өзінің пенкасын таңдау керек болады. Жалпы мен ұсынып отырған Farmstay пенкасының бірнеше түрі бар. Соның ішінде коллагенді, алоэ түрі, жұмыртқалы түрі, гранатовый сығындысы, улиточный түрі, оливковый түрлері бар. Ең бірінші, мысалы, коллаген түрі беттің қаттылығын сақтайды, әжімдерге қарсы әжімдер түспеуіне көмектеседі, әжімдер тегістеуге көмектеседі. Бұл негізі антивозрастной болып саналғандықтан мен өзім 25-тен жоғары жастағы қыздарға қолдануға кеңес беремін. Жалпы жұмыртқа сығындысы менде бар. Жұмыртқа сығындысы ол беттің поралары дейді ғой, яғни тесіктерін өте жақсы тазалайды, бетті сергітеді, жұмсартады, нәрлендіреді. Тағы да бір гранатовый деген түрі бар. Гранатовый түрін көбінесе беттің сұлығын, жастығын өте жақсы сақтап тұрады. Бет бір зақымданған кезде проблемный болып, раздражение болады ғой, бет соны жақсы емдеуге көмектеседі. Беттегі пигмент басқан беттерді ағартуға жақсы көмектеседі. Пигмент бар әйелдер көбінесе гранатовый түрін қолданғандарыңыз дұрыс. Улиточный түрі пенканың беттің тонусын жақсы сақтап, әжімдерге қарсы және майлы теріге көбірек қолданады. Беттегі, потому что қабынуларды жақсы кетіреді және ылғалдандырады, майлы кожаларды ылғалдандырады. Ал алоэ түрі бұл көбінесе құрғақ кожаға арналған. Бұл өте көп эффект береді. Макияждардан, шаңдардан, пөл дейді ғой, сосын поралардан өте жақсы сақтайды, бетті өте жақсы ылғалдандырады. Ең өтімді пенканың осы алоэ түрі деп айтуға болады. Жалпы пенка бетті уход жасаудың ең алғашқы этабы болып саналады. Басқа этаптарды қалай уход жасау керектігін келесі сілтемелер арқылы көре аласыздар. Ал енді қалай ажыратуға болатындығын үйрететін боламын. Магазиндерге барған кезде алданбай, шок болмай, кәдімгідей смело барып таңдап ала беру үшін жақсылап үйреніп алыңыздар. Кезінде мен өзімде оригинал реплика екен қалай ажыратуға білмеймін. Оригинал деп сатқан пенкам реплика болып шығып, клиенттен аямай ұрыс естіген болатынмын. Ал достар, оригинал пенка мен реплика пенканы ажырататын болсақ, реплика и оригиналдың мына жерінде 180 мг деп жазған өзінде ұқсамайды. Екі бөлек, репликада басқаша, оригиналда басқаша. Мына жағында ешқандай айырмашылық жоқ. Ең артын қарайық. Артында бұл жерде
мына жазууларды вроде бы ұқсат жазған, бірақ қатты бірдей емес. Ингредиент мына жерде қараңыз, былай жазылған, ал мына жерде былай жазылған. Мадем ПРК деп қойған, мына жерде Корея деп қойған, көрдіңіздер ма? 180 миллиграммды мына жерде жазған, репликада мына жақта жазған. И әрдайым айтатындай штрих-код болады оригинал косметикаларда. И өзінің коды болады, и жарамдылық мерзімі міндетті түрде болады. Ал енді тюбиктермен салыстыратын болсақ, мына жерде реплика тоналкада ешқандай коды жазылмаған, ал мына жерде жаңа коробканың сыртында жазылған кодты осы жерге әдемілеп жазып қойған, дұрыс па? Оригиналда осындай код болады міндетті түрде. Вот, артын салыстыраймыз енді. Артын салыстырғанда жарамдылық мерзімі жазылған мына жерде, репликада еш нәрсе жазылмаған. Ал мына жерде Мадем ПРК деп қойған. Көрдіңіздер ма? Опять Мадем ПРК. Ал мына жерде Мадем Корея. Осылай ажыратуға болады. Менен керемет сыйлық демекші, менің магазин, корейский косметика сататын магазиннен барлық косметикаларға описанияда жазып қойған промокод арқылы барлығынан 20% скидкамен товарларды ала аласыздар. Және де менің каналымнан басқа да косметикалардың, вот қараңыздар, мына жердегі басқа да косметикалардың оригинал реплика екенін, және де қай кожаға қалай уход жасау керектігін барлығын көре аласыздар. Ал достар, бүгінгі ақпарат сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарийге өз ойларыңыз жазып кетсеңіздер, әрбір комментарий, әрбір лайк мен үшін өте үлкен мотивация болып саналады. Сондықтан қыздар, достарыңызбен бөлісіп, комментарийге өз ойларыңыз жазып кетіңіздер. Амандықта көріскенше сау болыңыздар қыздар.